Қазақстанда жастар мәселесіне көп көңіл бөлінеді. Өйткені жастар елдің болашағы. Болашақта елдің экономикасында, өндірісінде, ғылымында, медицинасында дамытатын жастар. Қазақстанның болашағы білімде жастар Ғани Мұратбаев пен Мұхтар Әуезов білімді маңызды атап өткен. Сондықтан ел дамуы үшін жастар білім алуға ұмтылуы керек. Білімді іске жаратпаған жан оны мүлде алмағанмен тең. Еліміздің болашағы жастарға еңбекқорлық байланысты. Жастар қоғамдың қозғаушы күші. Жастар тұрғындардың 30% 29 жасқа дейін азаматтар құрайды. Бізге үлкен үміт артылғандықтан уақыт босқа өткізбей жаңа идеялардың бастамашы болуымыз қажет. Әрбір жас азамат патриот болғанда ғана елге адал қызмет етеді. Әлеуметтік сауалнамаға жауап берген жастардың 70% Қазақстанды өз отаным деп көрсеткен. Әрбір екінші бозбала мен бойжеткен өзін патриотпын деп есептеген. Білімді әрі бастамашыл жастар ғана Қазақстанның болашағын айқындайды. Олар елді дамытып, әлемге аңыта алады. Мемлекет пен жастар бір мақсатта болғанда, ана қоғам өркендейді. Мемлекет біздің білім алуымызда еңбектенуімізге, ісімізге түрткі болып жағдай жасап отыр.